Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы нөмірі 1-ші жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысы Екимхан Адайбек. Менің отаныма, менің бастамам шығармашылық жобалар байқауындағы менің ашық университеттерім номинациясы бойынша менің тақырыбым Қазақстандағы ашық білім беру мүмкіндіктер мен болашақ. Осы тақырыпқа сәйкес өзім ойлап тапқан Зейін Ал онлайн оқыту платформасымен таныс болыңыздар. Ең бірінші жұмысымыздың мақсаты қандай? Ашық білім беру жүйесі барлық адамдарға, оның ішінде әлеуметтік әлсіз топтарға да білім алуын қамтамасыз етеді. Бұл мақсатта білім алушылардың географиялық немесе қаржылық шектеуліктеріне қарамастан барлық тұлғаларға теңдей білім беріледі. Ашық білім берудегі әрбір білім мен ақпарат тегін, әділ және ашық түрде ұсынылады. Бұл қоғамның әрбір мүшесінің білім алуын қамтамасыз етеді. Тақырыптың өзектілігі бойынша 6 түрлі аспектілер тұрған болатын. Оларға тоқтала өтетін болсақ, олар қолжетімділік пен теңдік, цифрлық технологиялардың дамуы, өмір бойы оқу принципі, күрделі қоғамның сұранысы, инновациялар мен шығармашылық ынталандыру, әлемнің білім қорының бірігуі болып, 6 түрлі аспектілерді құраған болатын. Келесі жаңадан оқыту әдістері. Бұл әдістер шетелден Қазақстанға келіп, қазіргі кезде ең танымал әдістерге айналған болатын. Олар үлкен көлемдегі курстарды ұсыну және оқу процесіне ойын элементтерін қосу, теңдестермен оқыту қазіргі кезде жекеменшік мектептерде көбінесе қолданатын әдістердің бірі. Ынтымақтастықпен оқыту, яғни топтық жұмыстарды бірлесіп орындау оқушыларға керемет мүмкіндіктер сыйлайды. Жасанды интеллектті пайдалану қазіргі ғасырға сай, заманға сай, өзіндік ерекшелігі болып табылатын әдіс. Келесі кезекте Зейін Ал онлайн оқыту платформасы жайлы таныс болыңыздар. Зейін Ал оқушылар мен ұстаздарға арналған инновациялық білім беру жүйесі. Мұнда бастауыш сыныптан жоғары сыныпқа дейінгі сапалы білім беру курстары ұсынылады. Ал ұстаздарға авторлық курстар мен қалай сабақты тиімді өткізуге болатыны жайлы ақпараттар береміз. Тіркелу батырмасын басқан кезде сіздің аты жөніңіз, кім ретінде тіркелесіз және платформа жайлы қайдан естідіңіз, өзіңізге ұнайтын пәндерді белгілеу арқылы бізге өз өтінішіңізді жібере аласыз. Келесі көріп тұрғандарыңызда YouTube желісіндегі хабарландыру және біздің 5 негізгі бөлім: курстар, пәндер, байқаулар, тесттер, саздама. Курстар батырмасын басқан кезде мұнда ұстаздардың білім деңгейін арттыру, ақпарат технологиялық дамулар, қаржылық сауаттылық және сатылық даму ережелерін толықтай үйрететін боламыз. Мұғалімдердің білім деңгейін арттыру, мұнда педагогикалық әдістемелерді жаңарту және кәсіби дағдыларды жақсарту мақсатында ұйымдастырылған. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай YouTube желісіне жарияланған 4 сабақты оқу арқылы өзіңіздің білім деңгейіңізді арттыра аласыз. Келесі пәндер. Мұнда мектеп баспасы және ата-мұра баспалары бойынша алынған кітаптарды онлайн PDF форматта оқи аласыз. 5-10 сыныпқа дейінгі арнайы кітаптар салынған. Келесі байқаулар. Мұнда 1 жыл ішінде және 90-ға бөлінген арнайы байқаулар. 1 жыл ішінде өткізілетін байқаулар: зейінді бала, әлемді таны, біріккен білім және 1-2 тоқсанда Абай оқулар, Мағжан Жұмабаев оқулары, 3-4 тоқсанда Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Әуезов оқуларын толықтай оқып шығуына мүмкіндік жасаймыз. Келесі тесттер. Арнайы квиз сайттары арқылы әртүрлі пәндер бойынша оқушылар тест жұмыстарын орындай алады. Бұл оқушыларға өздерінің білім сапасын тексеруге көп мүмкіндіктер береді. Келесі ең танымал пәндер мен оқулар және Зейін Books бөлімі. Қазнет кітапханасына кіру арқылы пайдаланушы өзіне қажетті кітаптар, оқулар және мақалаларды оқи алады. Келесі оқушыларға арналған оқыту жүйесі, ұстаздарға арналған оқыту жүйесі. Біздің ұстаздарымыздың арнайы ашық сабақтарынан түсірілген видеоларды қарау арқылы білім алушылар өздерінің қажетті оқу әдістерін таба алады. Келесі оқушыларға арналған оқу әдісі, яғни бізде комикс кітаптарды шығару. Оқушыларға кез келген шығарманы беру арқылы және олар бізге сурет салып беру арқылы комикс кітаптарды жарыққа шығарамыз. Келесі кезекте жаңа көріп өткендеріңіздей жыл сайынғы байқаулар және жаңалықтар мен мақалалар бөлімі. Кез келген әлеуметтік желіде шығарылған мақалалар мен жаңалықтарды біз осы желіге салатын боламыз. Келесі көңілді уақыт бөлімі. Мұнда қолданушылар әртүрлі пәндер бойынша интеллектуалды сайысқа қатысып, миға арналған жаттығулар бірге жасап, өздерінің ой-өрісін дамыта алады. Келесі әуенді үзіліс бөлімі. Мұнда сазнама, қазақша әндерді тыңдай отырып біздің платформамызда қолдана алады. Және пайдаланушы пікірлер бөлімінде кез келген пайдаланушы өз пікірін бізге қалдыра алады. Яғни осы сайтты ойлап табу кезінде бізге демеушілік еткен барша демеушілерге үлкен рахмет. Мен ұсынатын онлайн оқыту платформасы ғылыми және практикалық құндылығы бойынша 3 негізгі аспектілерден көрінген болатын. Олар: білімге қолжетімділікті арттыру, Қазақстанның кез келген өңіріндегі білім алушылар, студенттер, оқушылар, арнайы интернеттік желілер,
курстар, сайттар арқылы өздерінің білімін әрі қарай жетілдіре алады. Жоғары білімді мамандарды даярлау. Қазақстандағы ашық білім беру платформаларына кәсіби мамандар қатысу арқылы өздерінің білімін әрі қарай жетілдіре алады. Бұл еліміздегі кәсіби мамандар арасында бәсекелестік қабілетті оятады. Инновацияларды енгізу және зерттеулерді ынталандыру. Ашық білім беру жүйесіндегі жаңа технологиялар мен әдістерді қолдану барысында инновациялар, зерттеулер мен тәжірибелер өз ықпалын тигізеді. Нәтижесінде нөмірі 1 жалпы білім беретін мектептің директоры Назарова Алтынгүл Сәрсенбаеваға таныстырылып, мектеппен алғашқы жұмыстар жүргізілген болатын. Одан бөлек оқу үйлестіру орталығының директоры Жасақова Рахат Нығметқызына да таныстырылып, аудан көлемдегі мектептерге біріккен білім жобасы аясында алғашқы жұмыстар жүргізілді. Қорытындылай келе, Зейнал платформасы Қазақстандағы ашық білім беру мүмкіндіктерінің негізгі көрінісі. Ол заман талаптарына сай білім алудың жаңа форматтарын ұстады. Болашақта мұндай платформалар еліміздің білім сапасын арттырып, бәсекеге қабілетті ұрпақты қалыптастырады. Назарларыңызға рахмет.